Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 100 және 101 сабақтар 90-тық жиынтық бағалаумен танысып, қорытынды жаттығуларды орындайтын боламыз. Бірінші жаттығуда мақалды көркем жаз деді. Мақалдың мағынасын түсіндір. Туған жер алтын бесік. Барлығымыздың туып өскен жеріміз, туған жеріміз, яғни кіндік қанымыз тамған жеріміз бар. Әркімнің өз туған жері өзіне ыстық алтын бесігі бар екен. Біз қанша есейіп үлкен азамат болып кетсек те, туған жер әр уақыт бізге ыстық болып тұрады. Жақсы, ары қарай екінші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақтарды оқы, шешуін айт. Қос құлақты жүз түсті, жүзінен бірақ із түсті. Ол не екен? Қос құлақты жүз түсті, жүзінен бірақ із түсті. Дұрыс айтасыңдар. Бұл ара, яғни арамен үлкен ағаштарды, томарларды аралайды. Еңбегі бапты, емгені тәтті, өмірлік нәрін гүлдерден тапты. Ал балалар, бұл не деп ойлайсыңдар? Еңбегі бапты, емгені тәтті, өмірлік нәрін гүлдерден тапты. Дұрыс айтасыңдар. Бұл да ара, бұл жәндік, яғни сары қара жолақта араны білеміз ғой, балалар? Сонда араның жазылуы бірдей болғанымен мағыналары әртүрлі болатын, яғни біз амоним сөздерді білеміз. Жазылуы бірдей, бірақ мағыналары басқа. Мына ара сөзінде біз екі мағынаны біліп тұрмыз. Ол ара және ағаш аралайтын ара, және әр гүлге қонып бал жинайтын ара. Сонда бұл ара сөзі амоним сөздерге жатады. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударайық. Сызба бойынша тиісті сөздерді айт. Ал енді заттың атын білдіретін сөздер дегеніміз не? Осы сұрақтарға жауап берейік. Заттың атын білдіретін сөздер кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, біз адамның аттарына кім деген сұрақ қоямыз, ал жануарларға, үй хайуанаттарына не деген, және заттарға дәптер, қалам, кітап сөздеріне не деген сұрақтар қоямыз. Ал енді заттың қимылын білдіретін сөздер дегеніміз не екен? Заттың қимылын білдіретін сөздер не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Мен дүкенге бардым. Мен биледім. Мен ойнадым. Осының барлығы не істеді деген сұрақтарға жауап береді. Заттың сынын білдіретін сөздер, олар заттың түрін, түсін, пішінін, көлемін, дәмін білдіретін сөздер, және қай сұрағына жауап беретін сөздерді біз заттың сынын білдіретін сөздер деп атаймыз. Мысалы, жасыл доп. Қандай доп? Жасыл доп. Үлкен үй. Қандай үй? Үлкен үй. Ал енді заттың санын білдіретін сөздер, заттың қанша, неше екенін, яғни 10 бекен, 5 бекен, 6 мекен, сол жағын білдіретін, яғни 10 дәптер. Қанша дәптер? 10 дәптер. Заттың қанша екенін сұрап тұр. Қанша, неше сұрағына жауап беретін сөздер заттың санын білдіретін сөздер болып саналады. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше.